Бар естіп тұрма сәлеметсіздер. Менде сендер екінші компьютерді атқып жетпесеңдер не етіп тұр? Екамен шығып тұр дауысың. Аяулым деген қыз ғой баяғы бәрін бүлдіріп отырған. Болма бәрін естіп тұрма. Все, 5 минут Я естіп тұр. конкретно управлениедан. Бастай берейін ба? Сразу. Бәріне көрініп тұрма? Қасымханға көрініп тұрма? Я көрініп тұр. Хорошо. Сен еттің ба? Так, қайырлы күн, құрметті әріптестер. Алматы қаласы Түркісіб ауданы номері 106 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Келдібаева Кенжегүл Үстібайқызының 5-ші орыс сыныбына арналған қазақша квест атты авторлық бағдарламаның негізінде тәжірибе тарату үшін ұйымдастырылған Zoom конференцияма қош келдіңіздер. Менің еңбек өтілімім 9 жыл. Осы уақыттағы категориям педагог сарапшы. Жалпы қазақша квест элективті курс бағдарламасы орыс сыныптарына арналған, яғни орыс тілді аудиторияға 5-ші орыс сыныбы, және бұл бағдарлама аптасына 1 сағаттан жылдық сағат саны 34. Қазақша квест элективті курсы бағдарламасы орыс тілінде оқытылатын. Слайд жүріп жатырғанын көріп тұрсыздар ма? Көріп тұр ма? Я көріп тұрмыз бәрін, я көріп тұр бәрі. Қазақша квест элективті курс бағдарламасы орыс тілінде оқитын 5-ші сынып оқушыларына қазақ тілін заманауи, қызықты әрі тиімді әдістермен меңгертуді мақсат еткен арнайы бағдарлама. Бағдарламаның басты ерекшелігі квест, логикалық тапсырмалар, ойын элементтері және геймификация арқылы оқыту. Бұл тәсіл оқушыны тек тыңдаушы емес, белсенді ізденуші, шешім қабылдаушы, тілдік материалмен жұмыс істейтін тұлға ретінде қалыптастыруға бағытталған бағдарлама. Бағдарламаның өзектілігі қазіргі білім беру жүйесі тек теориялық білім берумен шектелмей, оқушының функционалдық сауаттылығын, коммуникативтік құзыреттілігін, шығармашылық әлеуметін, мәдени танымын дамытуға басымдық береді. Сен қатты есептеп тастадың. Орыс тілді сыныптарда қазақ тілін үйренуге мотивация мәселесі жиі негізінде кездеседі. Сондықтан қазақша квест бағдарламасы осы қажеттілікті шешуге бағытталған бағдарлама деп есептеймін. Бағдарламаның негізгі мақсаты мотивацияны арттыру, яғни квест ойын арқылы қазақ тілін меңгеруге деген ынтасын күшейту. Екінші, коммуникатив құзыреттілікті дамыту, яғни тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын қалыптастыру. Үшінші, мәдени құндылықтарға бағыт беру. Қазақ әдебиеті мен мәдениеті арқылы оқушыға бойына тәрбие сіңіру. Естеп кеттіңдер, қыздар? Енді бағдарламаның негізгі міндеттері, бірнеше міндеттері бар. Бірінші, коммуникативтік дағдыны дамыту. Яғни оқушылар диалог жүргізу арқылы сұрақ қою, жауап беру, нұсқаулықтарды түсіну, шағын мәтін құрастыру сияқты практикалық дағдыларды меңгереді. Екінші міндеті квест сюжетіне байланысты сөздер, тұрақты тіркестер, салт дәстүрге қатысты лексикаларды игереді. Үшінші, логикалық және сыни ойлауды дамыту. Оқушылар мәтіндегі жасырын тақырыптарды табу арқылы шифр шешу, салыстыру, топтастыру сияқты тапсырмаларды орындайды. Мәдени құндылық тәрбиесі, яғни 4-ші бағыт, бұл қазақ халқының әдебиеті, тарихы, дәстүрлері
танымал тұлғалар туралы ақпарат алу ұлттық құндылықтарды құрметтеуге қалыптастырады. Одан кейінгі бесінші, яғни пәнаралық байланыс, бұл жерде тіл және тарих, география, әдебиетпен интеграциялау, яғни оқушы білімді кешенді қабылдайды. Бір минут ренжімеңіздерші, ана кішкене сөйлеймін. Негізгі бағдарлама үлкен 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім, яғни тілдік қазына, бастапқы іздеу. Бұл бөлімде, яғни ең бірінші квесттің негізгі ережелерімен танысады. Бұл бөлімге 8 сағат бөлінген. Екінші бөлім грамматикалық ұяшықтар. Бұл жерде яғни сөз таптарымен танысады. Сонымен қатар көптік, септік жалғаулары, етістіктің шақтары, антоним, синоним, орфографиямен және ресми стиль сияқты негізгі грамматикалық құрылымдарды үйренеді. Бұл бөлімге 14 сағат арналған. Үшінші бөлім мәдени кодтар, логикалық шешімдер. Бұл бөлімге 10 сағат бөлінген. Бұл бөлімде тіл тек құрал емес, мәдени құбылысты түсінудің негізгі кілтіне айналады. Оқушылар яғни мақал мәтелдердің мағынасын ашады, тарихи тұлғалардың қанатты сөздерін талдайды, ұлттық киім, тағам атауларын карта ретінде орындайды және қысқаша эссе жазып үйренеді. Яғни бұл бөлімде тіл мен мәдениетті байланыстыратын аса бір маңызды кезең болып саналады. Және ең соңғы 4-ші бөлім Ұлы дала қазынасы. Бұл бөлімге 2 сағат берілген. Бұл жерде яғни әрбір оқушы жоба қорғайды. Бұл қорытынды кезең болып саналады. Оқушы өзі таңдаған мәдени тақырып бойынша, мысалға айтар кетсек, Наурыз туралы, батырлар, дәстүрлер туралы, тарихи тұлғалар, тағы басқа тақырыптарға өздері зерттеу жасайды. Яғни жиналған сөздер мен грамматикалық құрылымдарды қолданады. Жұмысты ауызша немесе өздері қалаған түрде, яғни жазбаша түрде де өткізуге болады. Бұл бөлім оқушының барлық дағдысын жинақтайтын, яғни қорытынды бөлім болып есептеледі. Енді осы жаңа слайдтар, яғни өзбек тілінен бар. Бұл бағдарламадан, яғни осы 4 бөлімнен тұратын 34 сағатты меңгергеннен кейінгі оқушылардан күтетін біздің негізгі нәтижеміз. Әрбір бағдарламаны орындаған оқушы қазақ тіліндегі қарапайым диалогтарды еркін құра алады, шифрды шешіп, ақпаратты талдап, логикалық тапсырмаларды орындауға қабілетті болады, қазақша нұсқауларды дұрыс түсінеді, мақал мәтелдер мен мәдени сөздердің мағынасын қолдана алады, командамен жұмыс істей алады, қазақ мәдениетіне қызығушылығы артып, тілге деген оң көзқарасы қалыптасады. Яғни қорыта келе, қазақша квест бағдарламасы дәстүрлі сабақтан мүлдем өзгеше, заманауи ойын арқылы оқытатын тиімді жоба. Бұл оқушыларды тек тіл үйренуші емес, ізденуші, ойланушы, зерттеуші, мәдениетті тұтынушы тұлға ретінде қалыптастыруға бағытталған бағдарлама. Жалпы менің авторлық бағдарламам бойынша қысқаша түсініктеме беріп өттім сіздерге. Егер сұрақтарыңыз болса, қойып өтсеңіздер болады. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса? Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, ұялмаңыздар, және чатқа комментарий жазуды ұмытпаңыздар менің бағдарламам бойынша. Ешкімде сұрақ жоқ па? Құрметті әріптестер,
нені қосасыздар ма видеоларыңызды? 1 минут суретке түсіріп алайықшы. Рахмет. Қыздар тез видео қосып жіберіңіздерші, нелеріңізді суретке түсіріп алайық, фото чекеріңіз. Раушан, Мөлдір. зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп кіргендеріңізге. Сізге де рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Гүлмира Сейітбековна, комментарий жазып жіберіңіз мына жерге, чат деген жерге. Гүлназ, комментарий жазып жібер. Жазып отырмын, қалыңыз. Мен оған сен бағдарламаны Үй жөнім, барғанда бітіп қалады менен де. Мен көрмеп беремін, соғыс болып кетті, біреу да. Гүлмира Сейітбековна, шыға беріңіз. Мөлдір шық, Модика. Отырам десеш мөлдірге. Нан түсіріп алдың ба? Комментарий жазып отырмын. Түсіріп алдым. Гүлмира Сейітбековна, рахмет. Раушан, рахмет көп. Гүлназ, рахмет. Мөлдір тоже рахмет. Вот.